Ассаламу алейкум достар, сіздермен мен Апок. Бүгінгі бейнероликта достар сіздерге интернет желісінде салымсыз түрде небәрі 10 минутта 21 мың теңгені қалай табуға болатынын көрсететін боламын. Бірінші мен өзім мысал ретінде көрсетіп кетейін, өзім тапқанымды. Проекттің аты Шоу Банк деп аталады. Бұл деген банк, яғни сіздер бұл жаққа негізі в основном өзіңіз инвестиция жасайсыз, яғни өз ақшаны саласыз. Бір кездері сіздерге Invest Funds онлайн деген сайтты көрсеткен болатым. Сол жақта бір жарты жылдай жұмыс істеген болатымын. Но да сол сияқты ұзаққа істейді. Бұл международный кәдімгідей проект, сондықтан ұзаққа істейді деген үмітіміз бар. Қараңыздар, менің соңғысында 367 өздерінің монеталары бар. Мына қазақшалай айта берейін. HKD или HKD. 367 алған екенмін. 367 бұл доллар ретінде есептегенде 47 USDT. Мен бұны снятияға жібердім. Именно көрсетіп кетейін. Binance кошелегімді келіп түсті. Даже центқа дейін 0.94 центқа дейін түсті. Ешқандай комиссия ұстамады. И мына өзімнің Binance'ымды көрсеткенде қазір шотымда 47 USDT жатыр. Бұл 47 USDT-міз нақтылай айтқан кезде 21.598 теңге. Егер де сізде осы ақша алғыңыз келсе, онда бейнероликті соңына дейін көр. Және достар, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Болашақта тағы видеороликтер ашады, және де жаңа канал ашатын болам. Сол жақта жақсы контенттер шығатын болады. Менің YouTube каналымды байқасаңыздар, соңғы 2 видеоролик Шоу Банк жайлы, яғни бұл жақта өздерінің видеороликтары. Сіздер де осы менің 2 видеоролигімді скачать етіп аласыздар, плюс на превьюді скачать етіп аласыздар, яғни картинкасын. И өзіңіздің YouTube каналыңызға саласыз. Не үшін? Өйткені бұл жақта, яғни Шоу Банкта акция жүріп жатыр. Осы 2 видеоны өзіңіздің YouTube каналыңызға салатын болсаңыз, подписчикқа қарамайды. Просто YouTube канал болу керек, соны салсаңыз, сізге бұл жақта акция ретінде 5000 өздерінің токендерін беретін болады. Ол токенмен не істейсіздер? Marketplace деген вкладқа өтесіздер, бұл жақта сіздер кейс ашатын боласыздар. Стоимость 5000 мына Т деп жазып тұр, яғни 5000 сіздерге жететін болады, смело. Мен уже алған болатын, и алып, мен баны сіздер көрсетіп кеттім. 21 мың теңге шешкен болатын, осы кейс арқылы. Кейстен маған бұл жақта примерно 24 доллар мен 150 доллар аралықта сіздер стай аласыздар. Енді әр адамға әр қалай түседі. Және бас жағын қарасаңыздар, 1000 токендік кейстер, бұны тоже ашуға болады. Мысалы, мен қазір аша аламын, өйткені мен шотымда қазір 5000 на баланста бар, яғни монета. Купить сейчас деген басамын. Так, маған 15 HKD түсті. Яғни 15-іміз бұл жақта $1.92 түсті. Яғни сіздер осы 24 сағат сайын кіріп, наяқта егер де сізде осындай дополнительный монеталарыңыз болса, осы күн сайынқты кіріп ашсаңыздар болады. Бұл монеталар негізі в основном қаяқтан аласыздар десеңіздер, яғни инвестиция жасайсыздар қаяқта. Инвестиция деген вкладқа өтесіздер, и бұл жақта өзіңіздің сумманы сатып алатын боласыздар. Толықтай мен уже келесі бейнероликті түсіретін боламын. Мен просто қазір мына бейнероликті сіздерге қалай акцияға қосылып, яғни салымсыз түрде ақша табу керектігін көрсететін боламын. Жақсы. Marketplace-ға өтесіздер, мына жақта осыны аласыздар. Алғаннан кейін сіздерге мысалы мына неден маған 352 түскен. Транзакцияны көріп сіздерге айтып бере аламын. 351 түскен. Мына начисление бонусов 351 түсті. И мен бұны вывод жасап алдым. Достар, бірақта қазір сәтте уақыты өтіп кетті. Бұл өткені көп адамдар вывод жасатты, и көп адам доход алды, и соның тағы да запростар көбейген сайын бұл жақта тоқтап тастады. Бірақта достар, кейсін ашқан өз пайдасы бар. Қандай десеңіздер, яғни сіздер мысалы $50 ұстасаңыздар кейстен, оны сіздер инвестицияға жібере аласыздар. Инвестиция саласыздар, и күнделікті сіздерге доход түсіріп отыратын болады. $1, $2. Енді достар, бұл жақта мысалы сіздер өзіңіздің бонус ретінде алған долларларыңызға қалай инвестиция жасау керектігін, оны уже келесі бейнероликте айтамын. Өйткені келесі бейнероликте мен бұл жаққа депозит құятын болам, ақша құятын болам. И сіздер сол келесі бейнероликтен көріп, уже дальше сіздер менімен бірге ақша таба аласыздар. Сіздермен мен болған Апок, келесі көріскенше достар.